Армысыздар, неге каналын тамашалаушылар? Қазақ халқы өте ырымшыл халық. Түс көрсе, бірден біреуге жортқысы келіп тұрады. Бір таңғаларлығы, адам түс көрсе, соның көбі өңінде орындалып жатады. Кейбір сәтте, адам бір нәрсе істеп жатқанда, дәл сол көріністі бұрында қайталағандай күй кешеді. Тіпті санаулы секунд бұрынғыны алдын ала сезіп, қазір осындай болады, енді мынау былай деп айтады, сонда мына жерден анау келет деген сияқты алдын ала біліп отыратын жағдайлар жиі кездеседі. Оған адам таңғалады да, кейін ұмытып кетеді. Ондайда адам өз-өзіне, бұрын, мүмкін дәл осындай сәт болған шығар, қазір дәл солайша қайталанған шығар дейді де қояды. Немесе менің бұрынғы өмірімде мүмкін осындай сәттер болған шығар дейді. Жә, оны қойшы. Ал кәдімгі адам ұйықтағанда көретін түсше. Оны қалай түсінуге болады? Жалпы, түс алдын ала адамға бірдеңені сездіретін секілді. Мысалы, бір ауылда тұратын үлкен әйел кісі, түсінде сүт толы ыдысымды аударып, сүтті төгіп алыппын. Таңертең тұрып қарасам, азғантай ғана қар жауыпты деседі. Ал мен өзімнің басымнан өткен түс туралы оқиғаны баяндайын. Бірде ұйықтап жатып түс көрдім. Ол кезде балалар арасында ақ адам, қар адамы деген қауесет желде есетін. Басымыз қосылса ақ адам деп бір-бірімізді қорқытушы едік. Сондай бір балалық шағымда көрген түсім еді бұл. Түсімде бос ғимаратта үлкенді, кішілі балалар болып тығылыспақ ойнап жүр екенбіз. Екі қабатты, әлі соғылып бітпеген ғимараттың қуыс-қуысында асыр сала ойнап жүргенбіз, бір-бірімізден тығылып, жасырынбақ ойынымыз аяқталар емес. Бірде мен қуысқа кіріп, үн-түнсіз тығылып тұрып, жан-жақтағы балалар қайдан шығар екен деп бақылауға алып тұр екенмін тасадан. Дәл сол сәтте үсті басы шұбар ала, ақ дейтін ақ емес, аққа түскен қара нүктелері бар, не адам емес, не маймыл емес, тіпті әруаққа да келеді ме, беймәлім мақұлық, яғни, меніңше қар адамы аяғын аңдап басып, төменде жүрген кішкентай ғана қыз баланың үстінен төмбекші болып тұрғанын көзім шалды. Ал сол сәтте әлгі біздің қатарымызда ойнап жүрген кішкентай 2-3 жасар қыз балапанға айналып кетіптіміз. Ал оны қармап ұстамақ болған әлгі қара шұбар дегеннен гөрі, ақ шұбар деуге жақын мақұлық аяғын аңдап басып, жақындай түскен. Дәл осы сәтте оның маңынан дәл сондай екінші ақ адам шыға келді. Ал мен, ол балалар қаннен қаперсіз ойнап жүр. Ал қар адамдарының жүргенін олар білмейді-ау деп мен жанұшыра айқайлайын десем, дауысым шықпайды. Ақыры дауысым шықпаған соң, олардың назарын өзіме аудармақ болып, жасырынған жерімнен шығып, қолымды ербеңдетіп, олардың назарын өзіне аудардым-ау әйтеуір. Енді олардың қатарында екінші қабатта тұрған маған тап берді олар. Ал мен бар күшімді салып қашпақ болдым. Бірақ аяғым жүрер емес. Бейне бір судың ішінде жүгіргендеймін. Осылайша қашып бара жатып, қолымдағы ойыншық автоматымның шын автоматқа айналғанын көріп, жалма-жан оларды қашып бара жатып, артыма бұрыла сала ата бастадым. Көп уақыт өтпей, олар өлудің орнына оқ тиген сайын қар құсап ери бастады. Бірақ ізінше қайта қалпына келеді. Осылай жатып оянып та кетіппін. Дала жап-жарық болыпты. Таңертең терезеден далаға көз салсам, әр жерге азғантай ғана қар ұшқындап жауыпты. Сол сәтте көз алдыма әлгі шұбар ақ түсті адам кейпіндегі мақұлықтардың сұлбасы, олардың шұбар түсі елестеді. Демек, қардың жауғаны және аз ғана жауғаны маған түс болып енген бе? Міне қызық. Ал мұны қалай түсінесіздер? Құрметті неге каналын тамашалаушылар, егер сіздерде түс көріп, ол түстеріңіз өңдеріңізде орындалса, комментарий қалдырыңыздар.